Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Биология пәні 11-ші сынып. Бағыты жаратылыстану математика. Бөлім координация және реттелу. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсіргіш заттардың өсімдіктерге әсер ету механизмі. Аукцин мен гиберелиннің әсері. Бұл сабақта өсімдіктердің өсуіне өсіргіш заттардың әсер ету механизмін зерттеуді үйренесіздер. Өсіргіш заттар қалай әсер ететіндігін түсінесіздер. Аукциндердің өсімдіктерге әсер ету механизмін білесіздер. Фитогормон дегеніміз не? Жануарларда гуморальдық реттелу гормондардың есебінен жүзеге асады. Яғни гормондар ағзаның бір бөлігіне синтезделіп, ал келесі бір бөлігінде белсенділік танытады. Сонымен қатар, гормондар өте аз мөлшерде әсер етеді. Өсімдіктерде координациялау қызметін химиялық қосылыстар атқарады. Ал бұл қосылыстардың синтезделген ағза бөлігінен келесі бір бөлігіне тасымалдануды қажет етпейді. Сондықтан да бұл қосылыстардың әр уақытта гормондар деп атай аламыз. Сонымен қатар, бұл қосылыстар әдетте өсімдікті белгілі бір мөлшерде өсуіне қабілетті болғандықтан аталған қосылыстардың өсіргіш заттар деп те атайды. Фитогормондар өсімдіктерде өз бойында табиғи жолмен түзіліп, басқарушы қызмет атқаратын төменгі молекулалы органикалық зат екенін білесіздер. Бұл ерекше заттар өте аз мөлшерде өсімдікте түзіліп, оның дамуын, өсуін, тыныштық күйден шығуын ынталандыратын заттар, жемістердің пісіп жетілуін немесе өркендердің ұзарып өсуін тежеп отырады. Өсімдіктердің гормондары бірнеше топқа жіктеледі. Олар аукциндер, гиберелиндер, цитокининдер, арбцис қышқылы, этилен немесе этен, салицил қышқылы, жасмин қышқылы. Осының ішінде сіздер бүгінгі сабақта қарастыратындарыңыз аукцин қышқылы. Аукцин сабақтың ұшында орналасқан гормон. Ол созылу, бөліну, жіктелу сияқты функцияларға жауап береді. Аукциндер сабақтың ұшындағы және камбидегі белгілі аймақтардың жасушаларының бөлуін ынталандырады. Аукциндердің түзілуі меристемалық жасушаларда жүзеге асады. Жасушаның өсуіне созылу фазасында әсер етеді. Камби жасушаларының өсуіне ынталандырады. Әдетте жасуша мөлшерінің ұлғаюы мен жіктелуі аукцинге байланысты. Өсімдік организмінің өсуші бөліктері сабақтың ұшы, жас өсуші жапырақ, бүршіктер, өнген тұқымдарда тозаңдар аукциндерге бай келеді. Алдарыңызда көрсетіліп отырған суретте жарықтың әсерінен аукциннің түзілуі көрсетілген. Бірінші бағытында аукцин өсімдіктің екі жағына да біркелкі орналасады. Егер жарық оң немесе сол жағынан түсірілетін болса, аукцин өсімдіктің көлеңке жағына орналасады. Өсімдіктегі фитогормондардың маңызы. Аукцин өсімдіктердің өсуіне әсер етеді, жемістердің жылдамырақ пісіруін қамтамасыз етеді. Гиберелин жасушаның бөлуіне әсер етеді. Сүйектіс жемістерде пайда болады. Цитокинин сабақ пен тамыр жасушаларының өсуін ынталандырады. Бүршікті тыныштық күйден шығарады. Жемістің сақталуын арттырады. Арбцис қышқылы қартаюды баяулатады. Лептесіктердің қызметтерін реттейді. Жапырақ түсуіне қамтамасыз етеді. Этилен қартаюды тежейді. Егістік пен бақшаларда өнімдердің біркелкі пісуін бақылайды. Ал енді бүгін өтілген тақырып бойынша тапсырмаларға назар аударыңыздар. Бірінші, цитокининдер, гиберелиндер, арбцис қышқылы, этилен. Осы айтылған фитогормондардың функцияларын оқулықты пайдалана отырып, негізгі функцияларын тізіп жазыңыздар. Екінші тапсырма. Төменде берілген тұжырымдамалардың дұрыс немесе дұрыс емес екендігін кестеге сәйкес орналастырыңыздар. Цитокининдер жасушалардың ұзаруына және көбеюіне ықпал етеді. Арбцис қышқылы газ тәрізді жемістердің пісіп жетілу үдерісін жылдамдатады. Аукциндер лептесіктердің жабылуына ықпал етеді. Цитокининдер өсімдік ДНК мен өзара әрекеттесіп, оның әртүрлі наркоздарының түзілуіне кедергі келтіріп отырады. Төменгі кестеге сәйкес дұрыс жауаптарды өз дәптерлеріңізбен тексеріңіздер. Бүгінгі сабақ осымен тәмамдалды. Назарларыңызға рахмет.